Охранник родной. Ассалаумалейкум. Ашып бересіз бе? Жоқ, ашамаймын. Кіру керек болып тұр срочно. Жоқ, ашамаймын. Бастығыңызға звондаймын ғой мен. Любойна звондайын ғой, мен 20 жыл мына жерде істеп жатқанмын, ашамаймын. Ашылды ма? Иә, ашылды. Ренжімең беремін. Просто байқамай қалған ғой. Қанат, дворды қарса, Айка шығып келатыр, Айка. Ойнап айтамын, ат шықтың ғой тек, ұйықтап жатыр. Сарағаш тастамайтын болыпсың ғой? Ақсу сарағаштан пайдалы ғой, энергетик, түнде тамақ сіңіріп, кекіртіп, остыртып, қудыртады ғой үшін, короче. Түнде ұйықтап атын, бір нәрсе тақыр ет, тұрып қалсам, біреу басыма песік тағып тұр ғой, складтың есігін аш, әйтпесе басымнан бір атам дейді ғой. Ашпаймын конкретно, атсаң ат деп тұрып аламын ғой, анау қашып кетеді, короче. Ертесін бастыққа айтамыз, звонияны көтеріп жүрген, старший охрана болып кеткенсің. Короче, түнде сменчигім 4 андай тастап кеткен ғой, деп ашылатын бәлен. Не зато? Сары бәлен жаны. Пиво ма? Ішкен ғой түнде құп кетсің, бастық айқайлап отыр камерадан көрші. ұбт тапсыратын адамдардың типтері. Алло, Айдан, шпор бар ма? Матс, сенде сатылатын шпорлар жоқ па? Былтыр тапсырғандардың ше шпорлар жоқ па сенде? Сен екінші потоктың ғой, бірінші потоктың шпорлар жоқ па сенде? Мен жасап атқам ғой шпор. Бірақ мен ұбт тапсырмайтын болдым, братан, өз жұмысқа кіргізіп аламын дейді ғой қасына. Тартып отыр өзі. Ертең 4 бала болып Түркістанға, Әулие-Арлауға кетіп баратық, барасыңдар ма сендер? Ертең, короче, 2 телефон алып беремін, стал қалатсам біреуін беріп кете саламын ғой. Простушка жоқ па сатылатын, беріп кеткенге. Ғафар, сенде оқыған кітаптарың болса маған жіберші. Сосын ана тесттерің бар ғой, өзің тапсырған. Соның бәрін маған берші, иә. Сосын шықпай жатқан есептерің болса, кесеге шығарып тастайық та. Бар ма? Кесеге мен шығарып отырмын. Группа маған 5000 теңгеден жіберіп қойсаңдаршы, ертең ана іште комиссиямен келісіп көремін. Нормальный болып кетсе, жинап жүрмей беріп кете салатын ше сразу. Көрем ертең тапсырып болмаса, түспей жатсам, армияға кетіп қаламын. Сол жақта контрактымда қалып қоймаймын ба? Ыңғайсыз ситуациялар. Не алдың ішіне түсіп кеттің да? Ой! Не алдың ішінде итеріп көтін айыр жүрген. Қалай сәпші? Мамам бар деп айтып кетсің бе? Қайсы тоқтамаса? Екең бірде киініп алсыңдар ғой, бірақ Манасқа әдемі жарасып тұр. Маған ше? Саған нормально. Мал қаяқтасың? Аға кешіңіз, сізге zonda жүріппін ғой, кешіңіз. Ема ағама zonda жүріп. Айдана звондайды, вечерге Манас келе ма дейді ғой. Айта-қайта сұрайды. Мен де сұрадым араны. Жоқ, сен сұраған жоқ. Манас сұрай береді, қайта-қайта. Өзі zonda, өзі айтам деген сұрайын деп. Айтып келатыр. Мен брат шаруалармен кетіп баратын, сен не істейсің? Өзім жүре берем. Өтірікті перетін родной. Майокпада сен жылан шағып алды дейді ғой родной. Еркекші родной. Ойлашы, мына жеріме жабысып қалған ғой, дәу жылан. Басын жұлып аламын, уы тарап кетпесін деп сорып бүкіл уын түкіріп тастаймын ғой, короче. Одан кейін қаным азайып кетті, анар-панар жеп жүріп қой, короче. Вино ішіп қойсын арасында. Қайрат клубқа шақырыпты ғой футболға, Дворда футбол ойнап жүргенімді Қайраттың тренері көріп қалған, короче. Техникалар, схемамен ойнаймын өзім дворда ше. Аяқ шығып қалды, бірақ қазір оны ойнамайсың. Футболдан аяғың шығып қалып ойнай алмайсың. Жоқ, натуре аяғым шығып қалды, қазір чисто сынықшыға барып жүрмін қазір. Машинаны қаптайды дейді сен? Смело, жүгірем бар ғой үйде, семерка. Сонымен қаланың ішінде чисто 180-мен жүремін ғой мен. Көрсетші жүр. Мотор жабысып қалды оны, кеше қаланың ішінде 180-мен жүре бер. Концерт бердің ба, братым? Площадьта, короче, өзім концертін бердім, короче. Қайрат Нұртас өзімен, маған 2 ән арнаймын деп келеді ғой, короче. Біреу автограф берді, бермей қойған ғой, ар жақ талпасын жинап келеді. Қайрат Нұртас балаларын шақырып, мен жақтан маған айтады, мен балаларын шақырып, талпамен талпақарлармын. Қойшы, жұртқа жазыңдар ба? Айырып